бір рет бүйтіп айтқанмын, 16 жасымда ма үйдегілер қосақ көріп жатқан кезде, сіз отырған сезон, по-моему, ол кезде. Сіздер осы жаққа өлсем де бай таппай қалсам, осы жаққа бармаймын деп айтқанмын, короче. Стереотип ғой, типа жастар ол кезде жақтырмайды қосақты, өзінше болып жүрген кезіміз ғой. Негізі папаң орыс. Папам орыс. Сенің мамаң мен папаң, значит, үйленбеген, иә? Иә, үйленбеген. Мен мама вне брака туған ғой. Мен мамамен жүрген кезде, мен мама ілген, типа ажырасып кеткен мындай деп. Потом мама мені көтергеннен кейін мама естиді то, что он не разведенный, короче. Үйіне бардым, короче, есігін ашты, жерде тұрады, воротасын ашты, бетіме қарап тұрды, мен де ол кісінің бетіне қарадым, бір 2 минут біріміз бетіне қарап тұрдық. Соны бүйтіп тұрдым, здрасте, я ваша дочка дедім, короче, бетіне айттым. Тұрдық, содан кейін барып ақырын бүйтіп құшақтады, мен де құшақтан бітті, мен өкіріп жылаймын ғой жерде. Ықпал болған екен, Нұрсұлтанмен, иә? Көккөз Нұрсұлтанмен. Көккөз десек, Нұрсұлтанмен болған, иә. Соны Даниярмен почти жұптыққа бара жатып, онымен үзіліп кетті. Жігіттерге қатты сенгішпін да мен ше. Данияр тастап кетіп тұр, короче, мені. Елдің бәріне өзім сезім білдіріп жүрмін ғой, мен еркектердің бәріне шындап ұқсап. Бәріне өзім сезімді айтамын бірінші рет. Ұнайды маған анау болды ал не істейсіңдер басын шауып алыңдар. Нұрсұлтанға сөйттім ғой мен Көккөзге, көрдіңіз ба эфирде? Потом Нұрсұлтан дейтін ол кезде ойбай өзінше болып андай мені дейтін ол кезде білмеймін жақтырмадым, мен бала деп қарадым ба маған, суық тапқан ма бірдеңе чай ішіп ал деп сөйтетін да. А мен оны короче мен әкелік махаббат көрмегеннен кейін мен оны махаббат деп қабылдаймын. Анау мен атады деп ойлаймын ғой. Ұнады маған Нұрсұлтан, жақсы көрдім мен оны еще. Всем сәлем, не әңгіме YouTube жобасының көрермендері, бүгін бізде тағы да жаңа сұхбатқа келген жаңа спикеріміз, баршаңыз танитын Дана қыздарыңыз. Всем привет. Дана, қош келдің. Рахмет, қош көрдік, шақырғандарыңызға рахмет, қуаныштымын. Иә, сен де шақырғанға келісіп келгеніңе көптен көп рахмет айтамын. Қалай, настроение қалай? Бәрі күшті. Денсаулық. Бәрі жақсы, аман есен. Өздеріңізде? Жақсы, аман есен. Дана негізі білесіздер, өмірі көңілді жүретін қыздардың бірі. Мен өз басым негізі мұңайып жүргенін, вообще өмірде бір 2-3 рет көргем, бірақ мұңайып жүрген кезін көрмегем. Молодец жалпы. Көрмей қойыңыздар десең. Өте жаман. Бірінші сұрақ, Қосаяққа келгендегі жалпы тарихқа оралайықшы. Қосаяққа келу шешімін қалай қабылдадың, қай жақтан көрдің? Жалпы эфирге қатысу. Короче, как раз сол кезде тиктокта андай бір подписчиктерім жиналып, инстаграмда да подписчиктерім жиналып, короче, актив енді өсіп жүрген кезде үйдегілерім жаман страшно көретін, ағам, апам бәрі көретін, үйде нағашыларым бәрі Қосаяқ көретін. Сөйтіп бір күні апамдардың үйіне барам. Сөйтіп барсам, ағам айтады, Дана, Қосаяқта кастинг болады екен, как раз марттың 1 күні ма кастинг болады. Барып көрмейсің ба, вдруг сені алады деді, короче. Сосын апам да я 2020 мен жоқ айтамын, мен 2 жыл бұрын қай жыл? 23-те, 2023-те короче мен бірінші маған бүйтіп айтты, декабрьде мен 17-те, январьда мен 18-де толам. Декабрь Новый год алдында айтты, сен Қосаяққа барып көрсей 18-де толғаннан кейін деді. Мен айттым, мен ше бүйтіп айтқам, короче, никогда не говори, никогда деп айтады ғой. Мен бір рет бүйтіп айтқам, 16 жасымда ма үйдегілер Қосаяқ көріп жатқан кезде, сіз отырған сезон, по-моему, ол кезде. Сіздер осы жаққа өлсем де бай таппай қалсам, осы жаққа бармаймын деп айтқам ғой, короче мен. Андай жаман стереотип ғой, типа жастар ол кезде жақтырмайды Қосаяқты, өзінше болып жүрген кезіміз ғой. Сөйтіп айналып келіп өзім барып отырдым негізі. Сонымен барып, как раз январьда 18-де толдым. Февральдың аяғы болды, сезон по-моему, февральдың аяғында, короче, айтты, кастинг болады деп жариялады, короче, инстаграмдарына. Сонымен айтты, барсаш, Дана сен деп үйдегілер қоймайды. Сонымен ладно, барсам бара салайын, чөйт серия дедім де барып өтіп кеткенсің ғой. Мен алады деп ойлаған жоқпын негізі. Мен шыққан кезде Байсеркеге кеттім, мама жұмысқа кастингтен шықтым, андай бір деп шықтым, жаман қорқып кастингтен ше, білмеймін не қорқып жүрмін өз-өзіммен. Сонымен шықтым, мама айтып қойды, қалай болды дейді, сон жақсы болды, білмеймін алатын шығар, наверное деп қоймай ше, үміт үзбейсің ғой. Сонымен воскресенье күні звондады, Дана сізді алды, сосын қатысушы болып келіңіз деді. Кастингке барғанда кімдер болды? Альмира ханым болды, ана кім, Аби болды, сосын редакторлар болды, Тарханаға, Азамат аға, тағы да кім болды, тағы бір екеу болды, не помню. Сосын эфирға келген кезде енді көп нәрсе, күтпеген нәрселер пайда болады ғой. Сондай бір ұнамаған тұстары болды ма саған? Жоқ, бәрі ұнады маған. Ұнамаған ол не ғой? Короче, эфирден өзің түріңді көрген нан жоқ ма? Телевизордан ше. Мен эфирді көрмейтін, мен өзім сөйлеп отқан, ортаға шыққанымды бір үміткерге көрмей өтіп кететін өзім ше. Жындамын сондай өзімді көрмейтін ғой. Мен үйде бір көріп жатсам, өшіріңдерші, мен түріңді көрмей қояйыншы деп айтатын, жынды сияқты. Телевизордан түрім жалпақ болып жаңағындай семіз болып, Құдай сақтасын, я такая толстая деп ішімнен ойлайтын.
сөйтсем нет, нормально, оказывается, просто телевизор сөйтіп көрсетеді екен. Сондай болды негізі. Өзім түрім өзіме ұнамай, короче, блин деп ойлап, даусым ұнамайды, өзіме чәңк етіп, не білем мынау деп. Сол сөйлегім келмейді, жыласам, мұрынды басым бәрі қызарып, Құдай сақтасын. Жылағым келмей қалды андағыдан кейін вообще түрін көргеннен кейін. Сол нәрсе ұнамай қалды, короче. А так бәрі нормально. Бір емес, енді 2 рет қатысушы болдың. Иә, 4-ші жарты сезоннан болдың. Не ұттың, не ұтылдым деп ойлайсың? Мен ештеңе ұтылған жоқпын, наоборот ұттым. Қосаяққа мен ешқашан бір андай кейде туысқандар болады ондай қосаяқ жамандағысы келіп сөйтеді, мен ешқашан жамандаттырмаймын қосаяқты. Себебі мен қосаяққа барған Данамен кеткен Дананы салыстырсам, осы 2 сезонда вообще 2 бөлек адамда, бөлек әлем сияқты. Потому что мен бірінші барған кезде мен бала болып бардым, кәдімгі мен қазір бір өзінше бір енді үлкен адам сияқты түсірмей ақ қояйын. Жалпы деп жатырмын да, 2 жыл бұрын мен 18 жасында барған кезде қосаяқ маған жаман сабақ болды да. Біз мектепте 11 жыл оқып есейеміз ғой. Қосаяқта мен қанша сол жарты жыл отырып, жарты жыл ішінде жаман есейіп кеттім ше. Көп нәрсе түсіндім, негізгі арақатынасты түсіндім, үйренуде қиыншылықтар, ажырасу бәрін түсіндім. Одан кейін внешне стилім өзгерді. Бәрі өзгерді менде. Кәдімгідей іштей де адам болып, қыз болып өзгердік қой қосаяқтың арқасында. Сол үшін всегда қосаяқты көтермелеп жақтап жүремін. Любой жерде, любой комментарийда болсын қырылып атам ғой. Ең бара деп қырыламын әйтеуір. Қосаяқты жамандаттырғым келмейді, потому что маған үлкен сабақ болып нет, ол өміріме келді. Жалпы барғаныма өкінбеймін вообще. Я рада то, что... Мышлениең өзгерді ма? Я страшно өзгерді. Вот. Внешне страшно өзгердім қосаяқтан кейін. Вообще басқа адам болдым ғой. Іштей де есейдім. Үлкен қыз болдым, короче. Сөйтіп айта аламын. Мен енді сені қарап шықтым, сұхбатқа дайындалған кезде. Бір отношения жүрген кездеріңді іздестірдім да негізі. Сөйтсем, тек қана бір... 2 отношения? Бір таныстық па болған екен, Нұрсұлтанмен, Иә. Көккөз Нұрсұлтанмен. Көккөз десек, Нұрсұлтанмен болған, иә. Сол Даниярмен почти жұптыққа бара жатып, онымен үзіліп кетті. 5-ші сезон, иә. Данияр қай Данияр? Алтайым ба? Жоқ. 5-ші сезонда менде бір таныстық болады, короче, Данияр деген бір жігітпен жаңа қатысушы, иә. Ол пропустили вы десек. Онымен таныс, мен жылап, бытшы Бауыржан мырза бар ол кезде. Бауыржан мырза жалғыз жүрген кезде. Как раз февральдың аяғы маған, жоқ, марттың аяғы. Наурыз ғой біздің мейрам. Сол кезде Бауыржан мырза маған айтады, Дана осылай сен қатысушы болып отыруға лайықсың дейді. Отыр дейді. Мен көк ала жылап отырмын, айырылыстым ана жаман андай жігіттерге қатты сенгішпін да мен ше. Данияр тастап кетіп тұр, короче, мені. Мен жылап жатырмын, маңырап жатырмын. Ше, Бауыржан мырза жаны ашыды ма білмеймін. Бауыржан мырза саған бір орында аттым, короче, от душидан деген деп отыруға лайықсың, бақытты болуға лайықсың деп, короче, маған орын беріп, мен деген жоқ деп, бірақ қайтпеген қатысы жоқ, короче. Сондай ситуация болған. Нұрсұлтанмен 4-ші сезонда өзім тоже. Елдің бәріне өзім сезім білдіріп жүрмін, мен еркектердің бәріне шындап ұқсап. Бәріне өзім сезімді айтамын бірінші. Ұнайтын маған анау болды, не істейсіңдер, басынша болыңдар. Нұрсұлтанға сөйттім ғой мен Көккөзге, көрдіңіз ба эфирде? Көрдім шет жағасын жағымдай бір нәрсе шығаруға тырысып атты енді жүргізушілер, бірақ мен отырдым, короче, Нұрсұлтанға үміткер келіп қалады. Мен маңырап жылаймын, короче. Үміткер келген үшін жыламаймын, короче. Андай болады. Қызғану ма? Жоқ, бізде андай тема басталып кетеді, андай Ақтөре, Хамо бар ғой кезде, олар опытный қатысушылар ғой, сөзге жақсы ғой. И, короче, сол кезде маған дейтін кәдімгідей әңгіме айтады. Нұрсұлтан мен Дананың арасында что-то не то сияқты, бірдеңе сияқты деген сияқты әңгіме айтады маған ортаға. Нұрсұлтан үміткер бар ол кезде. Сонымен сондай әңгіме айтады. Мен дейтін жылаймын ғой соған, короче. Біз ортамда ештеңе жоқ деп айтсам да сенбейді да, короче, соған жылаймын мен. Содан кейін барып Диана ханым ортаға шақырады. Дана отырыңыз дейді, соны барам сары диванға. Соны айтамын, иә, Нұрсұлтан ұнайды осы деп айтамын, короче. 18-демін сол кезде. Мен үлкен ғой, қанша 14 жас үлкен ғой Нұрсұлтан. Сөйтіп айтамын. Нұрсұлтан шок емес, ол өзі істемеген сияқты болды маған, короче, ше. Потом Нұрсұлтан дейтін ол кезде, ойбай, өзінше болып, андай мені дейтін ол кезде, білмеймін, жақтырмады, мен бала деп қарадым ма маған. Просто мен андай болдым ол кезде. Әлі де осындай, мен кішкене басылды, бірақ бұрынға қарағанда. Андай ғой, типа, маған қатты забота беріп жатты да. Бір нәрсе болса көмектесіп жіберіп, суық тауып қалма, бірдеңе чай ішіп ал деп сөйтетін да. А мен оны, короче, мен әкелік махаббат көрмегеннен кейін мен оны махаббат деп қабылдаймын. Анау мен атады деп ойлаймын ғой, короче. Сонымен эфирден шығам, үйдегілерін да бытшын шығарады мен. Типа, сен есің дұрыс па, ажырасқан еркекке типа сезім білдіріп өлдің ба деген сияқты қылып айтады. Мамам бірақ ұрысқан жоқ, мама нормально қарады, айтты, ничего страшного, ұнады ма, ештеңе етпейді, болды, көресің енді деп. Сонымен танысып тоқтап қалды бізде. Болды.
Одан кейін мен жыладым, бірақ қатты танысып тоқтаған кезде Нұрсұлтан ұнаттым мен шынымен. Ұнады маған Нұрсұлтан, жақсы көрдім мен оны еще. Вообще. Ну ладно, это было, прошло. 2 жыл бұрын. Потом мен 5-ші сезонға келем. Сол кезде Нұрсұлтан қатысушы отырды. Даниярмен кіресін мен не отқан кезде. Мынандай нәрсе болады, үштік болып кетеді. 3 жігіт маған таласады, короче. 5-ші сезонда Даниярмен жүрейін деп жатсам, Нұрсұлтан шығады, Ернар шығады ана жақтан, короче. Ачигетін бала. Сонымен үшеуі жақтан шығып, Нұрсұлтан менмен бол дейді. Нұрсұлтан жылайды сосын, аққу мен деп өлең айтып жылайды. Мен ол кезде уже Нұрсұлтан суып кеткен ғой, жаман болып не болып қалды да. Қара дақ қалып қалды, короче. Содан кейін Нұрсұлтан екеуміз, Нұрсұлтан одан кейін менімен қайтадан қосылғысы келген сияқты болды енді, білмеймін. Сонымен қосыла алмадық қой, короче. Болды екеуміз екі жаққа кеттік. По-любому екеуміз екі бөлек адамбыз, былай таныс ретінде араласамыз, бірақ былай үйленіп жүретіндей емес. Все равно. А сен өзіңде негізі бұрын соңды үйленбеген жігітке тұрмысқа шығамын деген ой жоқ па еді көзе? Или сен ондайда қараған жоқсың? Жоқ, мен ондай қарамаймын. Мен вообще ондай типа ажырасқан қарамаймын негізі. Енді үйдегілер ұрсады, типа қуасың ба андай мындай деп. Бірақ білмеймін енді жүрекке әмір жүрмейді ғой, все равно. Махаббат болса білмеймін, ажырасқан қалатын сияқты маған. Не знаю, я так сама считаю. Ну, может, дұрыс емес, мен не знаю енді. Сен Нұрсұлтанды қанша уақытқа жақсы көрдің? Сол сезон бітті, 5-ші сезонның басында да нетіп жүрдім. Это мартта болды, потом жазда мен уже ұмыттым оны. Эфир бітті, 4-ші сезон біткеннен кейін енді бір сезон отырмайсың, күнде қасынан жүрмейді, ұмытылып кетеді. Потому что сыртта басқа жігіт пайда болды, короче, онымен әлек болдым да, ана қалып қалды, короче. Потом анау да қалып қалды, короче, ешкім қой құрсын деп мама көмектеді, әйтеуір отношения шығуға. Любой кезде мама көмектеді, короче. Нафиг он тебе нужен, дейді, содан кейін я деп көзің сүртесің да, ұмытасың. Жақсы. Мынандай сұрақ қойыншы, өмірде негізі серьезный отношение болды ма? Серьезный? Не знаю, наверное, нет. Кәдімгідей жүретін, құшақтасып, бірге уақыт өткізетін ондай отношение болды ма? Үйленуге дейін жететін. Вообще, бәрі не серьезный какой-то ше. Далба салынған отношения ма? Андай, типа, бір апта сөйлесіп, потом или жүрдің, или жүрмейсің, непонятно, короче, или доссың, или жүресің, түсініксіз, и бітіп қалады, жоқ болып кетеді жігіттер. Танысып барысында тоқтап қалады. Иә. Типа, уже жүрейін деп бүйтіп, басталып отқан кезде жоқ болып кетеді ма, бірдеңе болып кетеді, короче. Ну, не знаю, неудачный поход, не мои люди деп қоямын өзінше. Өзіме көп алып қоямын. Ну, ладно. Енді кейде өзің негізі ойланбайсың, бұл неден деп ойлайсың? Мүмкін сен тез бәрін бүкіл картаны ашып тастайсың ба, или может саған жұмбақ болу керек па? Андай ғой, білмеймін, жігіттер енді сіз де еркексіз ғой, допустим, айтады да, еркектер, короче, стерваларды жақсы көреді, там все дела дейді да. Маған ұнамайды ондай нәрсе. Мен осындаймен өленбай, енді көп сөйлеп қалған адаммен. Может, мыжыма шығар, білмеймін, маған пофиг. Мен сондаймын енді кішкене. Мен кішкене қатты мұндай грубый боламын кішкене. Айта саламын мен. Ұнамай тұрмандай бір мәмілет етіп тұрсам, мен жек көремін ондайды ше. Тақ айт болмаса, или айтпа деген. Андай мен басып тастаймын көп жігіттерді, оны өзімнен байқаймын. И жігіттер басылып қалады кішкене. Энергиям сәйкес келмейді, короче. Маған ол жағынан кішкене майысып нету керек, бірақ мен ондай не могу. Енді андай еркек болады ғой, өз өміріңде келеді деп ойлаймын. Шын жақсы көрсең, любой еркектің қасынан майысасың ғой, любой қыз майысады ғой еркектің қасынан, на самом деле. Шын жақсы көрсе, майыстыра алатын жігіт болса да қоясың ғой. Майыстырамайтындар болса, ол да білмеймін. Жоқ, бірақ негізі сен сияқты қыздардың да өзінің любительдары бар негізі. Иә, ол байқадым, бірақ майыспайтын, кәдімгідей қандай сөйлейтін, сондай адамдар бар. Бірақ қазақтарда редко. Да? Иә, мен басқа ұлттар қатты жақсы көреді, бірақ қазақтар емес. Мен соны күлкім келеді ше. Қазақтар редко бізде. Ондай мен сияқты қыздарды онша жақтыра бермейді. Өзің былай басқа ұлтқа тұрмысқа шығуға қалай ойлайсың? Жоқ, жақсы қараймын, болады, тисе. Өзім қаным аралас болғаннан кейін қалай ол. Бірақ все равно басқа ұлтқа тисе болады, конечно, онда тұрған ештеңе жоқ. Бірақ все равно өзім қазаққа тиемін деп нетемін да. Ұмтыламын да, все равно қазаққа өзіміздікі деп тартамын да, менталитетіміз бірдей болсын деп. Басқа ұлтқа тисең бір түрлі сияқты деп ойлаймын өзім. Білмеймін ғой, Құдай не жазып болғанын, әйтеуір болатыны болады да, білмеймін, көреміз бұйырғаны. Енді бағана өзің айтып жатсың ғой, енді қаным аралас деп, өзің негізі ұлтың таза қазақ па, әлде тағы да бір метис па? Мен метискам ғой, короче, мен әкем орыс, мамам қазақ. Мен әкемнің өзі... Сен, получается, орыссың? Жоқ, мен қазақпын деп жандай. Қан все равно айтады ғой, әке жағынан айтады деп ше, орыссың деп. Мен өзімді орыссың деп айтса бүйтем. Жоқ, мен қазақпын деп айтам.
деп айтамын, қазақпын деймін болды. Бірақ қан кровь не вода дейді ғой, ол рас енді. Кей кезде өзім ұлтшыл емеспін, расист емеспін, бірақ кей кезде өзім орысты жамандап аламын да, басқа біреу несем өзім ыңғайсызданып қаламын, андай непроизвольно іштей маған тиіп кетіп жатқан сияқты, маған айтып жатқан сияқты болып қаламын да, сол ыңғайсызданып қаламын кей кезде. Жеке куәлікте не деп жазылған? Қазақ деп тұр. Фамилия, отчество бәрі мамам жақта. Негізі папаң орыс? Папам орыс. Есімі? Негізі егер де менің биологический фамилия, отчеством болса, онда Пинкова Дана Александровна болатын едім. Бірақ мамам өздерінікіне жазған Адеева Дана Дәуренбековна. Ағамның отчествосымен де, короче. Адеева мамам фамилиялары ғой. Папаң есімі сонда Александр ма? Александр, иә. Ол кісі қазір қайда? Ол кісі үйінде десем, нан пісіріп жатқан болар деп әзілдеп жатырмын. Ол кісі біздің үйден алыс тұрмайды, жақын тұрады. Өзім недавно, осы 2 жыл бұрын Қосаяққа баратын алымда тауып іздеп, короче, мен ровдада таныс ағаларым істейді да, сол кісілер арқылы базамен енгіздіріп, мен фамилия имуществосын білемін, ол кісінің базамен тауып, номерін, пропискасын бәрін тауып алдым. Пропискасына қарасақ, маған ағаларым айтады, үйде ана сенің көршің ғой дейді. Я такая, в смысле көршім, короче. Сөйтсем біздің үйден 2 километр жерде тұрады екен. Всю жизнь сояқ тұрып келеді. А мен сол үйде туылдым. А ол біздің үйде болған талай рет мен туылмай тұрып, мысалы, мамамен встречались. Сонда бір рет келіп, андай көріп неткісемейін ғой. Бірақ, как я знаю, ол походу мен мамамен жүрген кезде, мен мама ілген, типа ажырасып кеткен мындай деп. Потом мама мен көтергеннен кейін мама естиді то, что он не разведенный, короче. Оказывается, әйелі бар екен, бала шағасы бар. Менің алдымда, короче, 2-3, по-моему, ағам бар. И менен кейін ең кенже бір 2006 жылы бір жігіт бар. Інім ғой, получается, енді әке жақтан айтса. Ол өзінің отбасында? Өзінің отбасында, иә. Получается, олардың тұқымында қыз жоқ, мен ғана. Сонымен өзім таптым әкемді, звондадым, короче. Звондағаннан кейін үйіне бардым, короче, есігін ашты, жерде тұрады, воротасын ашты, бетіме қарап тұрды, мен де ол кісінің бетіне қарадым, бір 2 минут біріміз бетіне қарап тұрдық. Сонымен бет тұрдым, здрасте, я ваша дочка дедім, короче, бетіне айттым. И бітті екеумізде молчание ғой, андай ары қарай не істейтінімізді білмейміз, короче, тупик қой, бірімізде, енді ойлаңызшы, 18-20 жылдан кейін біреу келіп тұрса, сен қызыңмын деп тұрса, не эмоция беретін, жауап тастайын десең де қате да көз алдында. И тұрдық, содан кейін барып ақырын бүйтіп құшақтады, мен де құшақтанып бітті, мен өкіріп жылаймын ғой ана жерде. Енді білмеймін, енді іштей кішкентай кезінен бері әкеңді представить етесің ғой, өмірде қандай кісі екен деп. Фотосын көрсеткен мама, бірақ всю жизнь айтады, сен орыссың, короче, әкең орыс деп, мама не скрывала. Папа никогда жамандамайтын, сол жағынан мамаға рахмет. Сонымен қарап, әйтеуір сөйтіп өмірі таныстық. Сол осы жақындарда келісеміз ба деп отырмын, енді ойланып отырмыз, солай кезде сөйлесейік деп. Оған дейін еріш алайсыз, короче, ренжіп, андай-мындай, өзімен де. Одан кейін есе келе өзің түсінесің ғой. Все равно қандай болса да енді әкең, қаның, по-любому бір тәрбие бермесе де, бірақ хотя бы ертең күйеуге тиген кезде де там әкең қандай болғанды білмеймін деп отпайсың ғой, ұяттау ғой, хотя бы тұқымын біліп кетейін деймін, қандай адамдар деген сияқты өзіме де пайдалы болады деп. Одан кейін сөйлесіп жүрсіңдер ма енді? Иә, одан кейін араласып жүрміз, сөйлестік. Балалармен таныстырды онлайн, потому что әр баласы әр қалада тұрады, Қазақстанның. Бай-бай таныстым, короче, түріміз ұқсап кете ма, бірдеңе, короче, көзім, мұрын, денем, саусақтарын бәрі сол әкем жарып кеткен ғой. Соның ағаларымды көрдім, түрлері бәрі менікі сияқты ма, бірдеңе непонятный түрлері ше. Мен ана олардың беттеріне соқпақтау, мен бетімді доңғалып, мама атарып кеткен, короче. Бірақ құлақ бәрі әке жағым атарып кеткен ғой, короче. Ол, яғни сенің үйіңнің қасында өзінің отбасымен бірге тұрады? Иә. Получается, почти 2 километр деген қатты алыс емес қой, жақын ғой. Сол, короче, өзім тауып барған кезде, постоянно өтетін район ғой деп қоямын ғой, ше, табатын кезде енді. Бірақ ол кісі өтесің ғой, күнде кішкентай кезінен бері өтіп жүрген район, бірақ ояқ тұрады екен деп вообще ойламағанмын ғой мен. Вообще миыма кіріп шықпағандай нәрсе. Мысалы. Сен мамаң мен папаң, значит, үйленбеген, е? Иә, үйленбеген. Мен мама вне брака туған ғой, короче. Мама өзім үшін тудым деп айтады. Мен көп кезінде енді совет өкімет адамдарыма қалай айтам, қазақтарда білесіз ғой, ұят болады, күйеусіз, байсыз туда бітті, все это ужас деп. Мама бұрын сөйтіп айтқан, бірақ мама сол сөздерге қарамай туды ғой мені, өзім үшін туамын деп. Потому что 31-32-ге келіп туды ғой мама мені, кеш туды, получается. Үйде жалғыз мен ғана. Мама екеуміз ғана тұрамыз. Сондай. Оның одан кейін тұрмысқа шыққан жоқ, жоқ, бір ағамен тұрған, одан кейін не получилось сол жол ағамен, екеу екі жаққа кетті.
андай мир разный дейді ғой, мындай уровеньдары бөлек болды да, сонымен екі жаққа кетіп қалды. А так негізі... Ол сен бар кезде, иә? Иә, подростковый возрастта ғой. Жақсы кісі болатын, просто екі бөлек әлем. Кемет, просто характерами сошлись, и все, разошлись потом. Сондай. Бұл әңгімені мамаң көріп ренжіп қалмай ма? Жоқ, мама ренжімейді. Я мен туралы айтып отырсың. Крем деп па? Жоқ, мамада ондай жоқ. Мама, не обижайтесь, люблю. Соғына қарамай. Жоқ, ренжімейді деп ойлаймын. Енді папаңмен жақында тағы да жолығамыз деп айтып қалдың. Иә, бұйырса. Не істейін деп жатсыңдар жол? Әңгіме ма, или бір жерге қыдырасыңдар ма? Просто чай столдың үстінде өмірде хотя бы адам ретінде біріміз таниық деген ғой. Потому что ол кісі қандай екенін білмеймін, мысалы. Какой он человек, может, біз характеріміз ұқсайды шығар шынымен де. Қандай адам вообще ол менің әкем. Сол жағынан білгім келеді да, танысқым келеді. Не істеген кезін, жас кезінде қандай болған, не бітірді деген сияқты. Соның бәрін біліп танысқым келеді. Бұл кездесуге кім инициатива танытты? Жазды ол кісі маған. Доча, привет, и доча деп айтады, маған папа дейді қояды, ойбай, ұялам. Ыңғайсыз да. Ол кісіге мен пайымды учиться обращаться етпеймін, вообще просто добрый вечер, как дела деп жазам, болды. А так былай, олар енді орыстардан да атын сен деп сөйлейді ғой. Маған сен деп айта бер дейді, құрсын үлкен, өзіңнен қанша 40 жас үлкен адамға сен деп тұрсаң, қалай ол? Құрсын ыңғайсыз ғой маған, бізге бәріміз сіз деп сөйлейміз ата-анаға. Сонымен сен деп айт дейді, мен айта алмаймын сол кісіге. Доча деп тұрады, әйтеуір жаны шығып. Сол, жазды, кездесейік осындасында чай ішейік деп. Давайте дедім мен де, кездесейік деп. Жасы қаншада оқысың қазір? Ойбай, білмеймін. Забыла я. Мамамнан 10 жас па сонда үлкен. 60-та шығар. Мама 51-де ғой. 60-тың үсті ғой, примерно. Сен инстаграмың, тиктогыңнан қарадым, мен тек қана сол мамаң, қасында тағы да бір үш досым бар, соларды ғана көрді кезінде енді. Сосын мен ойладым да, отбасында қанша адам деген сияқты. Значит, сендер жалғыз өзің ғана болғасын. Иә, мамам мен ғана туған, мен ғанам, короче. А так бай бөлем бар, племянниктарым бар, мамамның туған сестрасы бар, інісі бар. Ол кісілермен жақынбыз ғой, отбасыммен получается. Сол. Енді әкем орнын басып кеткен Дәрін ағам бар, мамам інісі. Ол кісі өз енді кішкентай кезімнен бірге сол кісі қасымда әйтеуір. Әкем ретінде болып жүрді ғой. 7-8 жасыма дейін. Одан кейін мен ол кісілердің өзінің отбасы бар, балалары бар. Мен мамаммен болдым, болды. Сондай. Тиктогыңда, инстаграм байлығын білеміз. Тиктокты өте күшті жүргізесің. Бүкіл видеоларың өтеді, молодец. Рахмет. Соның арқасында қазір енді ақша тауып жүрсің, е? Иә. Мысалы осы тикток жүргізгеннен бастап қазірге дейін есептейтін болсақ, шамамен қанша теңге таптың? Ойбай, мен санамаймын ондайды. Короче, допустим, кей кезде реклама алған кезде андай компаниялар болады ғой, бәрі танитын, допустим, шоколадтың бренді или соктардың брендтері болса, ондайға өзің ақшаны бірінші айтпайсың, короче, рекламаның ақшасын. Олар өздері айтады, допустим, 300 000 теңге берсек бір видео бола ма деп, ойбай деп андай, я деп болғанша түр бермейші, типа аз алсам, ну ладно деп, өзінше қамшы бүйтіп. Кей кезде, мысалы, допустим, өзіміздің адамдар болса, ол кісілерге рекламаны все равно 50 000-ға, 40 000-ға жасап бере берем, потому что білмеймін енді бизнес өзіміздің қолдамағанда кімді қолдаймыз деген сияқты ғой. Оларда енді товардың бәрін аспаннан алмайды деген сияқты ғой, кредитке батып атылады. Сосын бір көмегім тиісін деп кей кезде бесплатно істеп бере берем. Кей кезде болады. Үйдегілер айтады, ештеңе етпейді, одан кем болып қалмайсың, ешқай жерден түсіп қалмайды деген сияқты. Сол кей кезде адамның положениесіне түсемін мен. Ол кісілерге өзім суммамды айтсам, допустим, 2 видеоны 200 000-ға істеп берейін деп айтсам, ол кісілерде дан ондай ақша болмай тұр. Может, там бір видео хотя бы 50 000-ға деп, ой, онда тогда смело деп салып бере берем, мысалы. Соның тиктоктың ставкасы выше ғой инстаграмға қарағанда. Да? Иә, потому что инстаграмда мен 150 000 подписчик болса, тиктокта 401 бәлем мың, 440 000-дай болып қалдық қой. Мені Қазақстан ғана көрмейді, Германия көп көреді, Швеция, Россия, Украина көп көреді мен. Ол жақта потерянный қазақтар шығар деп ойлаймын. Германияда қазақтар көп, біздің туысқандар тұрады. Сол үшін енді кей кезде қарапайым халық бизнес бастатқанда қолдап жіберемін, кішкентай сумма болса да ештеңе етпейді, құрсыншы деп көтеріп жібере саламын, былай болды.
Қазір қай жерде қызмет атқарасың? Енді бұрын енді айран сүт сатып отырған кезін салатынсың. Иә. Қазір по-моему сатпайсың уже? Жоқ, ол мамамның бизнесі вообще. Байсеркеде мамамның точкасы бар, сүт сататын. Ол жақта мен 14 жасынан бері базарда істегенмін ғой, короче. Мама сауда тығып тастаған мен, короче, 14 жасынан бері. Сонымен ол жақта клиенттерге жұмсап видео түсіріп бастайтын. Ну, потому что елдер енді өздері со стороны көрсін деп ше. Не бірена чанк етіп келеді, нервін қайнап таң атпастан. Кейбіреулер ғой келіп алатын же, нервін ауыртып таң атпастан. Бүйткен бә, сөйткен бә деп нерві деп. Соның өзін нервотрепка жақсымын ғой енді. Сала беретін, сөйтіп өтіп кетті. Сол популярность жинады Байсеркенің арқасында. Сосын, короче, маманың бизнесі болғаннан кейін мама өзі тұрады қазір ояқта, потому что қазір қалада проекттерім көбейіп кетті да. Сен өзі жұлдыз болып кеттің. Қазір мен жұлдыз болдым. Жоқ, мама кей кезде шаршайды, базар оңай емес қой сауда. Кей кезде бір айына бір 3-4 рет, иә, барам маманың орнына жұмысқа. Нормально, ояқтың жұмыста өзінің бір жақсы жерлері бар. Адамдар жақсы ояқ танып алғаннан кейін келіп фотоға түседі, андай мындай алып келеді. Подарки, шоколад, андай мындай күшті қылып әкеліп береді. Енді қасында постоянно жүретін бір 2-3 жігіт бар, иә? Инстаграмда да, тиктокта да, иә. Олар кім деп қойсаңызшы? Олар кім? Қасында шықпайтын. 3 жігітім десең, мәзілер. Үшеуі деп ше. Шучу, олар менің достарым, короче. Олар да блогер. Үшеуі емес, бірақ Қанат бар, ана сақалды жігіт, очки киетін. Шапкамен түседі ол, танитын шығарсыз, может. И Сикош деген бала бар, ол андай тоже тиктокты енді бастап кеткен бала, бірақ ол в основном андай SMM сияқты жұмыс істеген ғой басында, сонымен блогерствоны да қолға алды ол. Иә, бұларды қаяқтан тауып алдың деп айтайыншы. Короче, Талғат деген бір сары жігіт бар досым, үшінші бала, короче, ол мені бір кафеге шақырады, короче, бартермен. Ол сол жақта официант болып істеп жүреді, SMM официант болып. Сонымен барам, мама екеуміз бартермен тамақ ішіп кетеміз. Сөйтіп ол маған жазып жібереді, типа, да, осылай, сізбен лично танысып араласам қалай қарайсыз деп, мен аңқау как всегда, давай, короче, я всегда за, короче. Сонымен танысып кетемін, олармен достасып кетемін. Содан Талғат мені Сикош деген баламен, Серік деген баламен таныстырады. Сөйтіп Сикошпен танысамын. Потом Сикош бізді Қанатпен таныстырады, короче, санда бар. Қанатпен танысамыз, сонымен төртеуміз бандамыз, короче. Төртеуміз доспыз. И, допустим, Қанаттың проектіне барып, біз көмектесеміз, и бірімізден ақша алмаймыз, получается. Олар менің проектіме келіп, видео түсіп кете береді. Орын идеясы болса видеоға, да, сен проектіңе жақсы ғой деген сияқты жібере береміз біріміз идеяларды. И ешкім ешқашан спрос алмайды, типа, мы друзья. Сол үшін везде бірге жүреміз деген сияқты, бірге көмектесеміз деп. Сонда договор бар, короче. Жұмыстарың ортақ. Ортақ, иә. Бұлай лично часто кездесеміз, кей кезде видео түсіріп, ұмытып кетеміз, видео бірге жүргенде түсіруге. Потому что общий темамыз көп, ха-ха ұстаймыз, душевный әңгіме жылап кетеміз, короче, сондай нәрсе. Шетелге барып келесің. Ой, рахат, шетелге бір бардық, кайф болды шетел, енді вообще круто болды вообще. Достармен шетелге шығу керек негізі. Үйдегілермен шыққанда достармен шыққан кайф болмай екен. Потому что енді жассыңдар ғой, бәрің анда барасың, мында барасың, шаршамайсың да жүре бересің. Түнде ұйықтамай құдай қойсын, қаңғырып жүресің далада. Сол шетелге шығып келдік, бірақ иә, енді залог нашего труда деп айтсам болады негізі оны. Демок деген. Мынау енді сол жігіттердің арасында бұлай болашақта бір отношение құрастырамын ау дейтін адам жоқ па ішінде? Характеристика бойынша келетіндер. Жоқ, бар десең. Иә, құлағыңызға айтамын, айтпаңыз деп ше. Жоқ, бар болғанда қалай? Или сен олардың бәрін френдзонаға лақтырдың ба? Жоқ, олар мені лақтырады десең. Олар мені лақтырады. Шучу, просто андай ғой. Білмеймін, бір дос болып кеткеннен кейін отношение құрған. Өзің махаббат көзбен қарай алмайсың. Жоқ, мен қарай алатын едім. Маған наоборот дос болып жүріп, отношенияға өткен жақсырақ, чем андай бір тап ете қалып отношенияға түскен. Потому что дос болып жүрген кезде сен өзің андай қандай минустары бар екенін білесің да, уже жынды екенін білесің, короче, сондай минустарын бәрін білесің. И отношения түскен кезде уже легче болады да. Романтикада вот там құшақтасып аласың, андай мындай короче еркелете аласың бір-біріңді, и қуа аласың қуатын жерде, бір-бірің туралы бәрін білесің. Маған оңай болатын еді енді. Олардың өздерінің қыздары бар, сол үшін қыздар болғанда сөйлесетін қыздар бар. Мен оларға өзім отношениямды айтамын. Олар маған өздерін айтады. Бірақ типа кругқа төртеуміз жүреміз ғой енді. Кругқа басқа бір жігітті кіргізейін десе кіргіздірмеймін, короче. Қыз кіргіздірейік десе кіргіздірмеймін, короче. Тресіп аламын, короче. Нифига себе, типа, вы что, офигели деп, короче, скандал шығарамын оларға. Ананы бір қосайық деп айтқан кезде уже тырысып, короче, ренжіп шығамын мен. Олар да қоспайды. Мен де қоспаймын. Біріміздің отношениямыз туралы білеміз. Допустим, мен бір жігітпен сөйлесіп бассам, олар айтамын бәрін. Олар бір қызбен сөйлессе, маған айтады. Короче, солай бірге сөйтіп жүріп үйреніп қалғанбыз ғой. Может, бір
1 жылдан кейін 2 жылдан кейін үйленемін десең солардың біреуіне үшеуінің біреуіне деп ше дуалап аламын деп ше қазақтар айтқандай көреміз енді бұйырғанын білмеймін. Сенің мысалы болашақ жарыңның құрастырған прототипіне келетіні бар ма ішінде? Бар. Үшеуінің біреуі бар. Бар. Бірақ кімге айтпай ақ қояйын, бірақ бар. Өздері де білетін сияқты олар. Айтпай ақ қояйын, бірақ бар, иә. Бірақ ол адам саған қадам жасаса, қабылдайсың? Иә, конечно, жуан деп тұрды қадам жасаса. Стоять деп жан. Желкесіне суырып же. Әзілдеп отырмын. Бұл әзіл достар. Жаман қалды қамаңыздар. Сол. Жақсы. Енді сен ол жігіттермен бірге бір шетелге шығасың, бір үйде жүресіңдер, бір фотоларын, видеоларын қарадым мен. Соған мамаң мысалы бір теріс пікірлер айтпай ма? Жоқ деген сияқты. Мысалы, не істеп жүрсің жігіттердің үйінде деген сияқты. Қаяқтың олар біздің үйде жүре береді мысалы. Мама бар кезінде жүре береді біздің үйде. Далбаса чай ішеді. Еще менің мамам подружка болған ғой. Менің мамам өсек айтады, еще отырып мен айтамын, что деп андай. Мен жамандайды бәрібір кетесің жылап отырсаң. Не ғой? Бір-біріміздің үйде жүре береміз шынымен де. Енді олар батыстың жігіттері болғаннан кейін андай батысқа қаратпайсың ғой енді. Олар квартирада тұратын аяқта. Біріміз үйіміз жүре береміз, короче, мама ұрыспайды, үйдегілер вообще ұрыспайды. Қарсы емес, потому что енді үйдегілері доверие бар маған, получается, мен біледі. Современный көзқараспен қарайды. Иә, мама сенеді маған, мен де ол сенімді ақтағанмен ондай жындылық істемейсің мысалы. Олар да мен мамамен таныс болғаннан кейін, олар маған бір ответственность салғандай болды да өз мойындарында, типа, Дананы қарап жүреді деген сияқтандаймын. И сондайда взаимодействие жақсы. Бұлай өзің негізі жеке басың туралы бір сұрақ қойайын. Жаман әдеттерге қалай қарайсың негізі өзің? Ішу шегу нормально. Өзің негізі қолданасың ба сол заттарды? Ой, мен, короче, бір рет вино ішкем. Өтті десең. Шучу. Жоқ, негізін білмеймін, андай бір ішкіш болмаса, бір бомж болмаса, құдай сақтасын. Нормально енді қазір почти бәрі ішеді, почти бәрі тартады, бәрі ішеді. Өзің бай той томалақтарда ішіп тұрасың ба? Жоқ. Тойларда, вообще негізі желательно я не пью. Жоқ, ішпеймін. Желательно ішпеймін, іше алмаймын. Мындай ішсем де масаймаймын ба сондай, короче, мен сол үшін ішпеймін да қызық емес. Мен ішпей-шекпей қуа беретін адаммын просто. Маған ішімдік шегудің қажеті жоқ, негізі қуамын десем бір сәт қой маған. Настроением жақсы болса болды. А так былай нормально қараймын. Енді осы күнге дейін сен кәдімгідей мамаң екеуің айран сүт сатып, адал еңбекпен ақша тауып келген адамдардың бірісің. Жалпы халықтың жағдайына Қазақстандағы көңілің тола ма, қалай ойлайсың? Моя тема десең бе, жоқ толмайды. Білесіз ба, білмейсіз, мен политиканы көп болғанда часто түсіремін. Жиі түсіремін, пародиялар түсіремін. Негізі жағдайым толмайды. Негізі халықтың енді проблеманың бәрі тек қана правительстводан немесе халықтан деп те айта алмаймын. 50-50 всегда жұмыс көп болса да, мысалы халықтың көп істегісі келмейді. Бірақ жұмыс көп болғанмен зарплатасы дұрыс емес, ол правительстводан да бар, желініп қалыватқан ақшалар бар деген сияқты ғой. Сол үшін жағдайым толмайды не правительствоға, не халыққа да. Потому что өзіміздің үйдегілерден де байқаймын, біз андай бір шіріп жатқан бай емеспін, андай бір миллиондап ақша таппаймын мысалы, но все равно жаным ашиды көп халыққа, потому что қаңырап жүрген қазақтар көп бізде. Үйсіз, жайсыз жүрген жаным ашиды ол кісілерге. Жағдайым асып-тасып бара жатса көмектесуге болады, негізі көмектесуге дайынмын. Қолым ашық всегда. Болашақта бір байып, жақсы ақша тауып жатсам, үй алып беретіндей жағдайға жетемін деп ойлаймын, сондай қазақтарға көмектесуге. Потому что көп ауру балалар бар, емделмей жатқан, оқи алмай жатқандар көп, ақшасы жетпейтіндер, балалар оқығанға ынтасы болса да, әке-шешелері ондай ақша таба алмайды, немесе грантқа түсуге. По-моему, грантқа түсетіндер көбісі взяткамен түседі ғой. На самом деле, не знаю, мен қазір маған аяқта комментарий жабылуы мүмкін, не знаю, я так думаю. Сондай жағдай көптерінде жоқ, потому что бәрі қымбат. Зарплата 500 мың деп айтады. Қаяқтың 500 мыңы? Извините меня, какой 500 тысяч? Елдер 150 мың, 200 мыңды әрең тауып жатыр. Еще квартиралар, допустим, 180 мың сондай төлейді. Мен алдынан сондай бір прикол естідім да. Средняя зарплата 250 мың дейді да. Ол былай дейді мысалы. Үкімет басындағылар 500 мың теңге табады, басқасы ештеңе таппайды, орта зарплата шығады. Біреуінде 0 теңге, біреуінде 500 мың, средний 250 мың деген. Сол ғой, аха. Білмеймін енді бізге мысалы президент
по-моему, айтты, халықтың зарплатасы 400 мың, 500 мың деп айтқан бір интервью бар, по-моему, интервью емес, халыққа сөйлеген. Сонда 500 мың зарплатаны выделять ететін кезде желініп қап, сонда 180-200 мың ғана жетіп тұр. Халыққа, сонда 300 мың теңге қайда? Кім 400 мың тауып жатыр? Извините, қай жынды 400 мың тауып жатыр? 5 жылдап істемегендер болмаса, 400 мың қазір көтеріп жатқандар болмаса, еще опыт работы дейді ғой. Қаяқтың опыт работы студентте? Жаңа бітірді университетті. Опыт работы керек. Ол баяғысы опыт работы қаяқта біледі? Қаяқтан табады опыт работы? Жынды оқпаған біздікілер. Опыт работы деп бүйтіп отырады ғой, қаңырап. Жынды ма? Ол опыт работы. Сразу туылғанда опытпен туылу керексің ғой. Так, мен бухгалтер туылып жатырмын, все, бухгалтермін, короче, все. Сөйтіп туыла ма, білмеймін мен адамдарды. Біріне көмектесу жоқ ғой, бәрі-бірін шалып жатыр ғой аяқтан. Қолдамайды, жеп жатыр ғой, жеп бір-бірін өліп бара жатыр, көре алмай. Қай жерде бір төбелес, бір ұрып төбелесіп алсам екен, ұрысып қалсам екен деп ше, сонда іздеп жүрген сияқты елдің бәрі ше. Ну, потому что кредит, бала-шаға, проблема, маяқтан асатыр, қақтан күліп ойнайды деймін да. Бірақ, ну ладно. Сондай политика айтсам, мен айта беремін. Мен политиканы жақсы көремін өзімнен. Бір шетінен түсінуге болады, мысалы, халық кредитте, қарызда проблемасы көп, саясатпен айналысуға ешкімде уақыты жоқ. Оған даже миында да орын жоқ, короче, ойлануға даже. Бірақ мен көп ойланамын, мысалы, именно саясатты қатты ойланамын, мен политиканы ше, мен тілге қаттымын, мысалы, қазақ тілді айтады ғой. Ой, не болып қапты, сол қазақ тілді сөйлей алмаса дейді да. Сен қазақсың ғой, басқа ұлттар қазақша сөйлеп жатыр, біздің қазақтар мәңгүрт болып бәқ деп әлі жүр. И сылтау айтады да, кроме языка проблем хватает. Сделайте дорогу, сделайте бір... Есің дұрыс па, ол не сылтау? Бар да қазақ тілін үйрен, кружоктар дофига ғой, үйреніп алмай ма? Елдерге бәрібір әйтеуір білмеймін. Мен сондай қарсымын. Біздің қазақтар қазақ тілін білмейді дегенге жыным ұстайды мен. Үйрену керек қой негізі. Ұят. Ұят нәрсе, иә. Руың кім десе, что такое ру деп кезінде ата-бабаң сол үшін төбелестің ба? Қырылып, қан, тер болып, құдай-ай тегі, тарихты оқымайды көптері қазір. Білмеймін, жастар үйінде қандай тәрбие көреді, может жастар соны істей ма, білмеймін енді. Наверное, сондай шығар деп ойлаймын. Мен енді осы күнге дейін қанша біз менің каналыма кірсең, где-то бір 50 шақты интервью жасадым. 50 шақты қатысушылар болды, ішінде әншілер де болды, блогерлер де болды негізі. Бірақ мен барлығына осы саясат туралы сұрақ қойған кезде, барлығы саясаттан қашады. Потому что қорқады. Қорқады, либо вообще араласпайды, білмейді, короче, заң не шығып жатыр, кім өліп жатыр, кім қырылып жатыр, в общем, араласпайды, қарамайды. Сондайлар да бар негізі арасында, араласпайтындар. Енді қара, саясатпен сен айналыспасаң, саясат сенімен айналысады деген мақал бар еді, сол қазір келді блогерларға налог төлеу керек деген сияқты. ИП сәлеметсіздер ме? Отырған аяқта дейді. Енді блогерлар точно саясатты қарайтын болды. Өйткені оларда вообще басқа амал жоқ. Осыдан бір қанша, бір 2-3 жыл бұрын ба, жаңа Қазақстан деген сияқты реформалар болды. Жалпы саған өзіңе сезілді ме? Сонда жаңа Қазақстан болғаны, бір жақсы жағына қарай өзгергеніміз. Қашан болып еді, 3 жыл бұрын ба? Қаңтар оқиғасынан кейін. Десек, жоқ, сезілгенде мен бар ғой, Қазақстанда полный жаман қылып айтқым келмейді. По-любому біздің ел ғой, енді біздің отанымыз, тіліміз, дініміз бәрі осы жақта. Мен Қазақстан жақсы көремін. Сүйем, прям отаным үшін бар, күйіп, пісіп, өліп кететін дедім. Просто бізде бәрі жақсы болатын еді, егер де басшылығымыз жақсы болса, халықпен отношение дұрыс болса, бізде бәрі жақсы болатын еді. Бірақ жаңа Қазақстан все равно маған сезілген жоқ, все равно. Потому что жаңа Қазақстан болғаннан кейін зарплата көбейту керек еді. Халыққа бір каким-то образом, халықпен любой әкімдер бар ғой, областной әкім болсын, ауылдағы әкімдер, бәрі халықпен сөйлесіп жиналса, сол кезде бәрі жақсы болатын еді деп ойлаймын мен. Сол кезде проблемалар шешілетін еді. Ондай нәрсе жоқ қой енді көп жағдайда. Сен үшін байқалмадың? Мен байқалмадым. Байқалмады. Жақсы. Байқалса, білмеймін, байқалып жатқан жерлер бар шығар енді, не знаю. Мен байқамадым өзім. Потому что халықтың жағдайына бір қарадым, өзіміздің жағдайға, үйдегілерге бір қарадым. Ештеңе өзгермепті ғой дедім да, болды. Ары қарай жарайды енді. Құдай өзі шешеді деп ойладым да, жаба салдым. Түсінікті.
Болашақта енді өзің эфирге бару мүмкін ба, қайттан барып Қосаяққа ма? Иә. Жоқ. Қосаяққа үлкен рахмет. Қонақ болып бармасам, былай бармаймын. Себебі өмірде жігіт табылады деп ойлаймын. Бұл жігіт тауып аламыз өмірде, құрсын. Бай сорыққа қоймаймыз әйтеуір. Точно мен қалмаймын байсыз әйтеуір, соны білем. Так что жоқ, эфирге бармаймын. Қонақ болып барса болады. Тойға, мындайға шақырса барамай обязательно. А так былай қатысушы болып емес. Біздің сұхбатымыз соңына келді. Егер ойыңда бір нәрсе қалып кеткен болса, айт. Жоқ, ештеңе қалған жоқ, бәрі жақсы, бәрі күшті болды. Шақырғандарыңызға рахмет. Жақсы интервью болды, күшті болды. Қуаныштымын. Саған да көп рахмет, уақыт бөлгеніңе, сұхбатқа келгеніңе. Саған алдағы уақытта тек қана сәттіліктер тілеймін. Рахмет сіздерге де. Құрметті көрермен, егер интервьюіміз ұнаса, лайк басыңыз, комментарий жазыңыз. Сіздерге ұнайтын барынша жақсы интервью түсіруге тырыстық, пайдалы интервью түсіруге тырыстық. Сіздермен бірге Нучонский всегда. Дана. Всем пока, рахмет сіздерге де.